анамды намыссыз деп жаман қылды. Ата-баба әруағын харам қылды. Дай құлындай тебіскен достарымды, достарың діннен алыс деп арам қылды. Ата-баба дәстүрді қорлап жатыр, оның астынан жолнан тайдырып шатасқандар жәннатқа кіріп қалды. Мен қазақтың баласы, жеті атасын ұраныңдай жаттаған, сал дәстүрді қастерлеп сақтаған, бұл өмірге адам болып келген соң, ата-баба дәстүрімен мақтанам.